Сәлем достар, бүгін мен сіздермен таразыны мүлде қажет етпейтін, кез келген адамның қолынан келетін өте оңай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Кейіннен оған 12 ас қасық қантымызды саламыз. Және миксердің көмегімен қантымыз ерігенше және көпіріп аппақ массаға айналғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Кейіннен оған 12 ас қасық сұйық май және 12 ас қасық сүт құямыз. Бұндағы сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да миксерлейміз және 12 ас қасық ұн саламыз және 1 шай қасық разрыхлитель салуды ұмытпаңыздар. Енді жақсылап миксерлейміз. Осы кезде пешіңізді 180 градусқа қыздырып қойсаңыз болады. Және дайын болған массамызды 22 немесе 24 диаметрлі формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, құйып аламыз. Енді пирогымызды қызып тұрған 180 градус пешімізде 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Сіздерге тағы бір лайфхак, осындай пирогты қонақ күткенде осылай кессеңіздер болады. Менде осы жолы пирогымның беті сәл үгітіліңкіреп пісті. Көріп тұрғандарыңыздай пирог өте жұмсақ, өте нәзік. Дәмі енді тіл үйреді, өте тәтті. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір астарыңыз дәмді болсын.